Біз сізбен жаңа бір ұшақта ұшып келдік. Әдетте ұшаққа отырған кезде өзім қолайсыз сезінуші едім. Бүгін бәрі ерекше. Тіпті тамаша болды. Иә. Көзімді ашып жұмғанша ұшып келдім. Маған да әуе сапарлары онша ұнамайды. Иә, Лондон, Алматы. Жол бойы мен сізді сыртыңыздан бақылап келдім. Сіз жайында көп ойладым. Сіз маған айтып тұрсыз ба? Иә, сізге айтып тұрмын. Не ойладыңыз? Біріншіден, сіз бұл қаланың тұрғыны емессіз. Неге олай дейсіз? Өйткені сіз жергілікті танымал адамнан қолтаңбалық асық тұрған жоқсыз. Кешіріңіз. Ал сіз кім боласыз? Мен әншімін, бірақ қазір продюсерлікпен айналысып жүрмін. Қандай жақсы. Білесіз бе, продюсер әлемді тәнті ететін таланттарды іздейді. Менің жолым болған сияқты. Мен сізді таптым. Рахмет, қуаныштымын. Бірақ менің сүйікті аспабыммен әлемге танылсам деген ниетім бар. Бұл жолы сіз қателестіңіз. Жоқ, менің қателесуім мүмкін емес. Сіздің футлярыңызды мен Лондонның әуежайында байқадым. Сіз музыкантсыз, бірақ нақты қай салада екеніңізді түсінбедім. Скрипка. Скрипка? Ал скрипкада ойнайтын қыздардың тырнақтары ұзын бола ма? Бұл менің тырнақтарым емес. Жабыстырып алдым. Маған кішкене уақытыңызды беріңізші. Сіздің ауыр жүгіңіз жоқ па? Бар, бірақ келмей жатыр. Сізді біреу күтіп алу керек па? Келетінді ешкім білмейді. Тосын сіз жасағым деп. Онда мен сізге көмектесейін. Рахмет, сау болыңыз. Қарындас. Қарындас, сәл күте тұрыңызшы. Жүріп кеттік, қайда кетіп қалдық? Жоқ, рахмет. Заттарыңызды ұстамаңыз. Біздің көлігіміз бар. Қарныңыз ғой. Қарындас, мен сіз жеткізіп тастайыншы. Қарсылық көрсетпеңіз. Жарайды. Кеттік. Айтпақшы, менің есімім Мертай. Айсұлу, қуаныштым. Айсұлу, менің қалай қуанып тұрғанын сен білсең ғой. Қазір. Футлярыңызды беріңіз. Жоқ, өзім істеймін, рахмет. Мұның ішінде алтын скрипка бар ма? Солай десе де болады.
Ал, мен сіздің скрипкаңызды болжаммен бағалап көрейін. Менің ойымша $10,000 тұратын сияқты. Сіз мүлдем таба алмадыңыз. Қалай сонда 20,000 ба? Жоқ. Онда мен жеңілдім. Әрине мен аспаптар жайында жақсы біле бермеймін. Сонда қанша тұрады? 70,000 еуро. 70,000 евро. Мәссаған. Мен бұл ғажайыпты көрсем бола ма? Иә, әрине. Мына қараңыз. Бұл мен үшін қарапайым скрипка. Басқа скрипкалардан ерекшелігі неде? Бұл Амати Николанікі. Амати Никола. Айсұлу, енді бұл скрипканы ұстай тұрыңызшы деп өтінсеңіз де мен ұстамаймын. Өйткені мұнда қымбат скрипканы құлатып алсам. Құпия болмаса айтыңыз. Бұл аспапты қайдан алдыңыз? Әкем сыйлаған. Әкеңіз де музыкант қой. Жоқ. Ол бизнесмен. Ал мен қаладағы көп бизнесмендерді танимын. Бәлкім әкеңізді танимын шығар. Есімі кім? Тоқтасын. Тоқтасын. Бәлкім көрсем танитын шығармын. Айсұлу. Сіз Алматыда ұзақ боласыз ба? Жоқ. Бірақ күнге келдім. Ертең Шанхайға ұшамын. Неге? Скрипкашылардың халықаралық байқауы болады. Ай, өкінішті. Жоқ, сіздің арман мақсаттарыңыздың бар екені жақсы. Сізге сәттілік тілеймін. Музыканың сіздің өміріңізде орны зор екені көрініп тұр. Рахмет. Иә, барымда нарымда осы музыка. Сізбен келісемін. Сіздің әкеңізше? Біз әртүрлі адаммыз ғой. Әкемнің өз бизнесі бар. Мені ойлайтын уақыты жоқ. Сіз бірінші орын аласыз. Сосын Алматыға келіп маған хабарласыңыз. Әкеңізбен сөйлесіп көрейік. Кейбір мәселелер талқылайық. Сосын мен сізге Қазақстан бойынша гастроль ұйымдастырып беремін. Қалай сізге бұл? Білмеймін. Әкенің уақыты бола ма? Ол кісі өнерге жақын емес қой. Айсұлу, мен де бизнес туралы айтып тұрмын. Неге? Егер сіздің әкеңіз мықты бизнесмен болса, онда келісу керек, түсіну керек. Өйткені мұнда табыс көзі бар. Өзің елестетіп көр. Қаладағы үлкен билбордтарда, әдемі үлкен жазумен, Лондон корольдік консерваториясының түлегі Айсұлу Тоқтасын қызы халықаралық фестивальдардың жүлдегері жеке концертімен. Осылай. Қалай, сізге ұнай ма? Ұнайды. Ұнаса болды. Көреміз. Білесіз ба? Мен ең алдымен сіз ойнайтын көңілді композициялардың біріне
бейне клип түсіріп беремін. Ол сізді бірден танымал етеді. Сондықтан кез келген уақытта Айсұлу мені осы номер арқылы таба аласыз. Рахмет, Ертай. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Сау бол. Сау болыңыз. Жақсы. Я, Сәлем, Акитай, бұл мен. менің кім? Мен ғой Айсұлу. Я, айта беріңіз Айсұлу, сізге не керек? Маған өз үйіме кіру керек. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Жоқ, сіз мені кешіріңіз. Сіз кім боласыз? Мен осы үйдің иесімін. Қалайша? Солай, Есікті ашыңыз. мен танымайтын адамға есік ашпаймын. Мен бұл үйде тұратын әкемнің қызымын. Қызым? Оның қызы Европада оқуда. Мына пәтер соттың шешімі бойынша 3 сағат бұрын банктың меншігіне өткен. Бүкіл дүние мүлік аукционда сатылады. Сау болыңыз. Абонент қызмет көрсету аясынан тыс жерде. Телефон сөндірулі. Қайсар аға? Сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой Айсұлу. Әкем қайда? Емханада? Не болып қалды? Сұлу қыз қайда барасыз? Достық Сатпаев қиылысы. 1000 теңге. 2000 теңге десем не болады екен ғой? Менің арманымдағы көлік. Бұны алу үшін қанша жылдан бері тиындап ақша жинап жүрмін. Бірақ бұны алу үшін ұзақ уақыт керек. Ал менің бюджеттік тұрғыда тағы да өз арманым бар. О, жолымыз бір болса ала кетейін, е? Жоқ, мен асығып тұрмын. Мүмкін олар да асығып тұрған шығар. Егер тоқтасаңыз, мен қазір шығып кетем. Сіз ақшаңыз төлеңіз, біз келіп қалдық. Ақшамды кім береді? Қайда барасыз? Көк базар 500. 1000. Жоқ. Сіз қайда барасыз? Әкем осында жатыр деді. Қыз екенсіз ғой. Науқастың жағдайы ауыр, кіргізе алмаймын сізді. Аға, өтінем. Әкемді көрім керек. Түсінікті. Бірақ жағдай сізге ұнамайтын анық. Ауыр күйде жатыр. Әкеме не болды? Инсульттің кесірінен сал болған.
Мені көріп тұр ма? Көру керек, бірақ 100% сенімділікпен айта алмаймын. Қазір көрмеуі де мүмкін. Ол жағдай қашан болды? Әкеңіздің бұндай халде жатқанына бір жұмадан асып кеткен. Әкемнің қасында кім отырады? Медбикелер. Жүріңіз, уақыт болды. Қазір ем басталады. Жүріңіз. Мен келіп тұрсам болады ма? Бір ретін табарыңыз. Жүріңіз. Болды. Уақыт болды. Жүріңіз. Сіз көп уайымдамаңыз. Бәрі де жақсы болады. Есік мына жақта, сау болыңыз. Қайсар аға. Неге сіз маған хабарласпадыңыз? Бәрі аяқ астынан болды. Хабарласуға ниеттендім, бірақ оны саған қалай түсіндіріп айтарымды білмедім. Сен әкеңді қатты жақсы көресің. Мен сен үшін қорықтым. Мен әдейі ешкімге айтқан жоқым келеді. Сый жасағым келді. Білем, әкемнің қолы ешқашан тимейді, бірақ скрипкашылар сайысында мен фавориттердің тобындамын деп сонда айтқым келді. Үлгіріп едім. Айсұлу, оған қазір қолдау қатты қажет. Білесіз бе? Менің ойымша, мен әкеме керек емеспін. Олай деме. Қайсар аға, ол мені жұмысына кедергі жасамасын деп оқуға жіберген жоқ. Сен музыканы жақсы көресің ғой. Музыка менің ғұмырым. Бірақ Көрдің бе? Тоқтасында кінәлаудың қажеті жоқ. Ол осының барлығын сенің болашағың үшін жасады ғой. білесіз бе? Менде бір арман бар еді. Осы дүкен жабылып, әкем қасымда болса екен дейтін еді. Сол дүкенді мен сондай жек көрем. Айсұлу, олай деме. Онсыз да оның бизнесі шарықтап тұрған шамалы. Жүр онда, одан да кетейік. Қайсар аға, менің өнерімді әкем сахнадан тамашалағанын қалап еді. Әрине, ол сені сахна төрінен көргісі келетіні анық. Бірақ ол сені байқаудан жеңіспен оралғаныңды қалар. Әкеңді білесің ғой. Жеңілгенді жаны сүймейді. Әрине. Мен оның үмітін ақтауым керек. Дұрыс айтасың. Қазір біз неге барайық? Сәл тынығып ал. Бойыңа күш жина. Ертең байқауға қатысасың. Ал қаражат мәселесін уайымдама. Мен саған көмектесем. Одан да әкеме көмектесіңізші. Қалқам-ау, ондай көп ақша менде жоқ қой. Бірақ қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Рахмет сізге. Қайсар аға, сізде дүкеннің кілті бар ма? Оны қайтесің? Әлі өзім де білмеймін. Осы жерде тоқтайсыз ба? Мен түсіп қалайын. Қайда барасың? Сіз маған ренжімеңіз. Жалғыз қалғым келеді. Жарайды. Айсұлу, мынау дүкеннің кілті. Ал мынау карточка. Ішінде аз ғана ақша бар. Бірақ ертеңге дейін жетіп қалу керек. Содан кейін маған рахмет айтпай қойшы. Біздер туыстан да жақын адамдармыз. Бәрібір айтамын. Рахмет, Қайсар аға. Жарайды. Жарайды, хабарлас. Нөмірін білесің ғой. Жақсы.
Ал мұнда ерекше жағдай орын алған. Кома. Алғаш біз де сондай ойда болғанбыз. Бірақ артынан бұл науқастың сал болып қалғаны белгілі болды. Ненің салдарынан болған екен? Инсульт па? Иә, солай. Қызық екен. А бұл кісі бізді ести ма? Қиын сұрақ. Меніңше ол естімейді де, көріп те тұрған жоқ. Өте қызық жағдай екен, я? Қараңыз. Отыр. Мен сенің өтемақыларың мен уақытша берілетін көлік жүргізу куәлігіңді де, майда шүйді ұрлығыңды да түсінуге тырыстым. Сен бензинді де саттың, бірақ бүгін менде шағым мереке. Сені жұмыстан шығаруға толықтай негіз бола алатын себеп бар. Не үшін? Қатты соққан жоқпын ғой? Көлік жүріп тұр. Есікті сыртынан жап. Шық, кет. Ана ағаң айт, маған енді қоңырау шала бермесін. Иә, өзімде осы жұмыстан шыққым келіп жүрген. Сау бол, Серік. Ассалаумағалейкум. Мен хабарландыру бойынша келіп тұрмын. Кімнен келдің? Қанаттан. Қайдағы қанат? Кешіріңіз. Құрманғазы мен Байсейіт қиылысы. Оға жерде. Ой, бауырым, білесің ғой, бағаңды асырмаш? Қанша болады? 200. 500 болады. Жамбыл мен Байсейіт қиылысы. Отырыңыз. Түс машинадан. Біздің жолымыз бір ғой. Құттықтаймын. Шығыңызда басқа такси ұстаңыз. Сіз маған 1000 теңге қарсыз. Қазір мына таксиге 500 теңге төлеңіз, қалған 500-ді өзіңізге қалдыра беріңіз. Мен сізді бір жолата кешірдім. Жолды бөгем өтсемірсеш, бауырым. Бүгін таңертең бұл қызды мен апарып салғам. Ал ол болса, ақшасын төлемей қашып кетті. Абай бол бұдан. Шынба не? Тыңдамаңыз онаған. Біріншіден маған сіз деп сөйлеңіз. Екіншіден, өзіңіз кінәлісіз. Ойлан, бауырым. Ақшасын алдымен бере салыңызшы. Кеттік, бауырым. Рахмет. Ешкімге қарыз болғым келмейді. Керек емес. Өзім-ақ еңбекпен табам. Тек жұмысқа тұрып алайын. Ха. Жұмыстан шығарып жіберді ма? Дұрыс істеген екен. Мен өзім кетіп қалғам. Сонымен қайда жұмыс істейін деп жатырсыз? Шаруаңыз болмасын. Жарайды.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Серік. Түйіндемеңіз бар ма? Жоқ, бірақ менде көлік жүргізушінің куәлігі бар. Сіздерге көлік жүргізушілер қажет емес пе? Күзетшілер керек. Қалай? Бізге күзетшілер керек. Мен қайда жатырмын? Мен кіммін? Бұл қай жер? Мен өз денемді сезбеймін ғой. Қозғала да алмаймын. Не болды маған? Кім бар мұнда? Сен кімсің? Менің есімім Абай. Бүгіннен бастап сіздің жаныңызда мен болам. Маған не болды? Олар сізді естімейді, көрмейді, ештеңе сезбейді дейді. Оларың кім? Неге ақ халат киіп алғансың? Сен дәрігермісің? Ал мен білем. Сіз бәрін естисіз, сезесіз де. Мен аспирантпын. Мен сіз туралы диссертация жазам. Біз бүкіл әлемге танымал боламыз. Иә. Келсесіз бе? Келсесіз ба? Өтінен маған бір белгі беріңізші, а? Мен саған лабораториялық тышқан емеспін. О! Бәрекелді. Я деген сөз ғой. Я деген сөз. Мен еш нәрсе сезіп тұрғаным жоқ. Мен қозғала алмаймын. Я деген сөз. Иә. Сізге кім керек? Мен Айсұлуым. Айтпақшы таңертең келгенсіз ғой. Білесіз Айсұлу, сізге бұл үйден шығу керек. Бұл үйге сүргі салынған. Қазір дүние мүліктерді түгендеп жатырмыз. Суреттерді деме? Жоқ. Суреттерге тиіспейміз. Фото суреттерден басқа еш нәрсеге тиіспейміз. Жарай ма? Сен не, көлік жүргізді ұмытып қалғансың ба? Ой, ана көлікті әйел жүргізіп отырды. Білесіз ғой? Білесің ба, сол таксопаркқа жұмысқа тұрғызушы қанша еңбектендім? Болды енді, бұдан былай көмектесе алмаймын. Таныста тамырда қалмады менде. Неге үндемейсің? Мен мойныма мініп алайын деп пен? Олай болмайды. Іздеп жүрмін ғой жұмысты енді. Сен айқайлама, шаңыраққа қара. Сен маған алғыс айтуың керек. Тегін тұрып жатырсың. Қалаға барсаң бір күнде өмір сүре алмай кетесің. Өмір сүре алам. Ал онда көрейік. Сіз бірінші менің ақшамды беріңіз. Ол ақша әкеңнің ақшасы. Ақша менікі. Әкем ол ақшаны сізге мен үшін берген. Ал енді бекерден жұмсап, көлік алып, қыздармен жүрмексің ғой, толтырып алып.
қалада? Ақша менікі. Қалай жұмсасам да ерік өзімде. Серік, ақшаң депозитте жатыр. Ертең үйленесің, көлік аласың, үйіңді жиһазға толтырамыз. Ал қазір не сұрасаң да, қалай айтсаң да ақшаңды бере алмаймын. Ал, керек болады. Алло, Айсұлу, сен қайдасың? Мен уайымдап отырмын. Үлкен қалада, жалғыз өзің дегендей. Түсінікті. Ақшаң бар ма? Жарайды. Ертең мен өзім әуежайға жеткізіп саламын. Бірдеңе болса хабарлас. Жақсы, сау бол. Сен ол қыз Лондонда деп едің ғой. Енді ол менің туған қызым емес қой. Оның әрбір қадамын аңдай алмаймын ғой. Келетін уақытты тапқан екен ол да. Тәке, ол өтті сезімтал қыз. Түйсігі бар. Әкесі ауырып еді, бірден жетіп келді. Әрине. Оның сол бір түйсігінен біз таяқ жеп жүрмесек болды. Саспа. Ендеше сен сол қыздың көңілін аулауға тырыс. Қысқасы, бизнестен аулақ болсын. Уайымдама. Оның бизнестен түсінетіні шамалы. Мұрнымыздың ұшында тоқтасының тікелей мұрагері жүрген кезде тыныш жүру екі талай. Кешіріңіз. Сізге есікті кім ашты? Мұнда кіруге болмайды. Дүкен қазір жұмыс істеп тұрған жоқ. Жоқ, мына жақтан шығасыз.
сені тастап қайда барамын? Не істейін? Әке, не істейін?